Мен Алматы облысы Іле ауданы номер 30 орта мектептің 7 сынып оқушысы Төлепберген Назерке Ұлы Абайдың 175 жылдығына орай өлең сөздің патшасы сөз сарасы өлеңін жолдаймын. Өлең сөздің патшасы сөз сарасы қиыннан қиыстырар ерданасын. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, тектегі шымыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен болғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбін адан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасын. Әуелі хаят, хадис сөздің басы, қосарлы бәйт мысал келді арасы. Қисын мен қызықты болмаса сөз, неге айтқан пайғамбар мен оны аласын. Мешіттің құтпа қылған ғұламасы, мұнажат уәлилердің зорналасын. Бір сөзін бір сөзіне қиыстырып, әрбірі келгенінше өз шамасы. Өлеңге әркімнің ақ бар таласы, сондай-ақ соладың бар таңдамасы. Іші алтын, сырты күміс сөз жақсысын, келісер қазақтың қай баласы. Бұрынғы ескі бүйде тұрсам борлап, мақтау сөз айта деген сөз қосарлап. Ақындары ақылсыз надан келіп, көр жерді өлең қыпты жоқтан қорлап. Қобызбен домбыра алып топта сарнап, мақтау сөз айта деген әркімге арнап. Әр елден өлеңменен қайыр сұрап, кетірген сөз қадірін жұртты шарлап.